Саламатсыздар ма оқушылар, екінші есептің шығарылуын қарастырамыз. Ерітіндідегі ыдыраған молекула саны 60-ға тең және диссоциациялану дәрежесі 80% болса, иондарға ыдырамаған молекула саны қанша болатынын анықтаңдар. Берілген қысқаша жазайық. Берілгені ыдыраған молекула саны кіші n-мен белгіленеді, ол 60-ға тең екен. Және диссоциациялану дәрежесі альфа-мен белгіленеді, ол 80%-ке тең. Табу керек. Жалпы молекула санын анықтасақ, ыдырамаған молекула санын анықтауға болады. Енді 60 молекуламыз. Молекула ыдыраған, ол 80%-ке тең болып тұр. 100%-ін табамыз. Ол кезде X молекула болады. Пропорцияны табамыз. 60 көбейтілген 100%, бөлінген 80%. Тең 75 молекула болады екен. Процент қысқарады, 75 молекула. Жалпы 75 молекула екен. Сонда 75-тен аламыз 60-та тең 15 молекула ыдырамаған болып шығады екен.